Португалия Роналдусыз-ақ Швейцарияның тас талқаны шығарды. Испанияның ұятты жеңілісі. Кешегі ойындардан кейін футболшылар не айтты? Осы және су жаңа қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Айтқан өтінішімізді екі етпей, бізге жаңадан 70 жазылушы тіркелген екен. Баршаңызға керемет қолдау білдіріп, белсенділік танытып жатқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Әдеттегідей келесі жаңа видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Біздің жазылушыларымызға қатысты емес, жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Барлығымыз тамашалағандай, кеше әлем чемпионатының 8-ден 1 финалдық кезеңінің соңғы ойындары болып өтті. Алғашқы ойынға тоқталып өтсек, Испания құрамасы Мароккомен 0-0 есебімен тең ойнап, ал пенальти сериясында мұсылман бауырларымыз 3-0 есебімен жеңіске жетті. Ешкім күтпеген жерден жеңіліп, турнирден ұшып кеткен испаниялықтар үлкен сынның астында қалды. Құрамаға шақыртылмай қалған Серхио Рамос ойыннан кейін Испания ойыншыларына қолдау көрсетті. Өз елімнің туымен, өзімнің еліммен және біздің ойыншыларымызбен мақтанамын. Испания жеңілмейді, Испания үйренеді. Испания құлайды, сүрінеді, бірақ орнынан тұрып және лидерлердің қатарында қала береді. Біз бұдан да мықты болып ораламыз. Алға Испания. Сәтсіз жеңілістен кейін Испанияның бапкері Луис Энрике өзінің алдағы болашағы жайында сөз қозғады. Команданың келесі ойындарға дейін уақыты бар. Менің келісім шартым аяқталды. Маған осы жерде жақсы. Егер бұл маған байланысты болғанда, онда мен осында өмір бойы жұмысымды жасап қала берер едім. Мен өзім үшін және федерация үшін де ненің жақсы әрі дұрыс болатынын ойлануға тиіспін. Ал енді келесі ойынға тоқтасақ, Португалия құрамасы Роналдудың көмегінсіз-ақ Швейцарияны 6-1 есебімен тас талқан етіп жеңді. Португалдықтар сапынан кешегі матчта жасындай жарқырап, 3 голды соғып, үздік ойыншы атанған Гонсало Рамошты ерекше атап өткеніміз жөн. Бұл ойын жайында Роналду және де басқа да ойыншылардың не айтқанын тыңдап көрейік. Ойында Роналду негізгі құрамда болмады. Ол тек екінші таймның соңына қарай шықты. Қалай ойлайсыздар, кімге қосалқы құрамда отырған ұнайды? Тіпті 3-ші номерлі қақпашының өзіне де бәлкім қосалқы құрамда отырған ұнамайтын шығар. Криштиану бақытты деп ойлайсыздар ма? Егер бапкер келесі ойында мені қосалқы құрамға отырғызып қоятын болса, онда мен ашуланар едім. Криштиану әлемдегі ең танымал ойыншы. Спортта Роналдудан танымал ешкім жоқ. Таңғалатын ештеңені де көріп тұрған жоқпын. Талант пен жастарға толы біздің командамыз тамаша ойын өткізгенмен құттықтағым келеді. Арманымыз тірі, соңына дейін. Алға Португалия. Бұл жақсы өнер көрсету болды. Керемет ойын, ойыншыларды құттықтауға болады. Олар өздерін керемет көрсетті, бірақ енді оларға аспаннан жерге түсу керек. Бұл тамаша әрі керемет болды. Дегенмен ендігі келесі ойынымыз 4 күннен кейін болады. Құрамадағы өзгеріс бұл ойын стратегиясы. Барлық ойыншылар әртүрлі. Менің команда капитаны Роналдумен арамызда ешқандай да мәселе жоқ. Біз қаншама жылдан бері доспыз. Ойыншылар шешімді түсінеді. Бұл ешқандай да ештемеге әсер етпейді. Ендігі кезектегі Португалия құрамасының қарсыласы Марокко құрамасы. Кешегі болған ойындарға қатысты пікірлеріңізді комментке жаза кетуді ұмытпаңыздар. Ал әрі қарай біз басқа да футболдағы болып жатқан су жаңа жаңалықтар жайында айтатын боламыз. Кеттік ендеше. Ағылшындық шабуылшы Рахим Стерлингтің не себепті өткендегі 8-ден 1 финалдық кезең аясындағы Сенегалмен болған матчқа қатыса алмағаны анықталды. Мәліметтер бойынша футболшының Лондон қаласындағы үйіне ұры түскен. Және осыған байланысты Стерлинг отбасындағы жағдайға алаңдаулы күйде Ұлыбританияға аттанған. Егер барлығы дұрыс болатын болса, онда ол құраманың қатарына қайтып оралмақшы. Кеше ғана Криштиану Роналду Сауд Арабиялық Аль-Наср командасына ауысады делінген бомба ақпарат таралған еді. Таралған сыбыстар бойынша Криштиану саудиялық ұжыммен 2025 жылға дейінгі келісімге келіп қойған. Және бұл келісім шарт арқылы оның жалақысы жылына шамамен 200 миллион еуроны құрайтын болады.
Дегенмен кейіннен инсайдер Фабрицио Романо Роналду ешқандай да келісімге келмейді деген мәлімет жариялады. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Франция құрамасының бас жаттықтырушысы Дидье Дешам кімді әлемдегі ең үздік футболшы деп есептейтінін айтты. Мен француз және оның жаттықтырушысы ретінде өз пікірімді айтатын болсам, Мбаппе ең үздік футболшы. Килиан әлем чемпионатына керемет дайындалды. Польшамен болған ойында ол шамамен 1 сағат бойы үздік үлгіде ойнай алмады. Дегенмен осыған қарамастан ол кез келген сәтте ойынның ағымын өзгерте алады деген екен Дидье Дешам. Осы маусымда 29 ойынға қатысқан 23 жасар Мбаппе 26 гол соғып және 7 нәтижелі пас жасап көзге түсті. Манчестер Ситидің норвегиялық шабуылшысы Эрлинг Холланд Мадридтік Реал сапына ауысуы екі талай. Осы жөнінде марка басылымы мәлімдеуде. Ақпараттарға сүйенсек, футболшының жалақысы тым жоғары екендігі, сондай-ақ соңғы кездерде оның жарақат алуы көбейіп кеткені, міне осылар патша клубтың футболшыға деген қызығушылығын төмендеткен екен. Ағымдағы маусымда 24 ойынның қатысушысы атанған 22 жасар Холланд 29 гол және 4 голдық пасты еншілеген. Ситилік клубпен келісім шарты 2027 жылға дейін жарамды. Француздық жартылай қорғаушы N'Golo Канте келесі жазда Челсидің сапынан кететін сыңайлы. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Деректерге сүйенсек, ағылшындық клуб футболшымен келісімнің ұзартылуы бойынша келіссөздерді тоқтатқан. Осындай үлгіде Канте 2023 жылдың жаз айында клубпен келісімі мәресіне жеткеннен кейін басқа кез келген командаға еркін агент ретінде су тегінге ауыса алады. Манчестер Юнайтед клубы Мюнхен-Гладбахтық Боруссияның швейцариялық қақпашысы Ян Зоммерге қызығушылық танытуда деп хабарлайды Bild баспасы. Деректерге сүйенсек, ағылшындық клуб голкиперді келесі жазда оның немістік командамен келісім аяқталған кезде өз қатарларына қосып алуы мүмкін. Қызы сойқанды команда сапында Зоммер клубтан кетуі мүмкін. Давид Де Геаның орнын алмастырушы атануы ықтимал. Мадридтік Реал клубы PSV-ның нидерландиялық шабуылшысы Коди Гакпоға қызығушылық танытып отырған командалардың қатарына қосылды. Осы жайында The Telegraph баспасы хабарлауда. Ақпараттарға сүйенсек, патшалық ұжым футболшыны осы қысқы трансферлік терезе кезінде өз саптарына қосып алуға тырысып көрмекші. Гакпо осы әлем чемпионатындағы жақсы ойындарының арқасында көптеген клубтардың қызығушылық назарына ілікті. Трансфер сомасы 55 миллион еуроны құрауы мүмкін. Интердің қақпашысы Самир Ханданович келесі жазда футболдық мансабын аяқтауы мүмкін, деп мәлімдеуде Sport Mediaset баспасы. Ақпараттар бойынша голкипер команданың негізгі қақпашысы рөлін жоғалтып алғаннан кейін футболдан кету жағын ойластыруда. Осы маусымда 8 ойынға қатысқан 38 жастағы қақпашы 13 голды жіберіп алған. Лестердің бельгиялық жартылай қорғаушысы Юрий Тилеманс Барселона сапына ауыспайтын секілді, деп хабарлайды марка баспасы. Баспаның мәліметі бойынша футболшы оған бас бапкер Хавидің жеке өзі қызығып отырғанына қарамастан, ол каталондық клубтың сапына ауысуға қызықпауда. Осы маусымда 17 ойынға қатысқан Тилеманс 3 гол және 1 нәтижелі пасты еншілеген. Оның ағылшындық клубпен келісім шарты 2023 жылдың жаз айында аяқталады.